Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір қазақ тілі пәні. Бүгінгі сабақтың тақырыбы етістік туралы білетінімді еске түсіремін. Оқу мақсаты. Мәтіннің тақырыбы мен берілген сурет арқылы мәтін мазмұнын болжайсыңдар. Сөйлемнен етістіктерді табасыңдар. Балалар, бірінші тапсырманы орындаңдар. Берілген сөзжұмбақты шешіңдер. Бірінші, бейбітшілік құсы. Тексерейік. Дұрыс, көгершін. Екінші, түнде ұшатын құс. Тексерейік. Дұрыс, үкі. Үшінші, төрт түліктің шөлге ең шыдамдысы. Тексерейік. Түйе, дұрыс. Үрлеп аспанға ұшатын зат. Тексерейік. Шар, дұрыс. Тышқанның үй мекені. Тексерейік. Өте жақсы балалар, дұрыс таптыңдар. Сөзжұмбақтың тігінен қандай сөз шықты? Көк түспен белгіленген сөзді оқимыз. Күйші, жақсы. Ендеше алдағы тыңдайтын мәтініміз кім туралы болмақ? Ойланайық. Күйші туралы. Жақсы. Ендеше балалар, мәтінді тыңдаңдар. Нарының құмды ауылынан шыққан домбырашы қыз туралы аңыз әңгіме елден елге тарап кетті. Несін айтасың? 10 саусағынан күй төгілген майталман жорға дейді. Құрманғазыдан артық болмаса, ешқандай кемдігі жоқ шебер дейді. Ойбай-ау, ешкімнен де домбыра үйренбеген дейді. Дина Құрманғазыдан үйреніп қалған ақсақ киік, алатау, балбырауы, қайран шешем күйлерін күн сайын әлденеше қайталап тартып отырушы еді. Домбырашы болу оңай нәрсе емес. Ең алдымен үнді, дыбысты сүйе білу керек, және оған өзіңше мән бере біл.
Екіншіден, ерінбеген етікші болады деген мақалды біздің ел бекер айтпаған. Ерінбеу, ұялмау, қысылмау керек. Өнер иесі өзін көп алдында еркін ұстау керек. Құрманғазы айтқан осындай ақыл кеңестер де домбыра шегінің сүйкімді дыбыстармен бірге Динаның құлағына кетпестей ұялаған болатын. Мәтінде кім туралы айтылған? Дина туралы не білетініңді көрген бейнетаспа, тыңдалған мәтін бойынша әңгімелеп көр. Өте жақсы. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, келесі тапсырмада мәтіндегі мақалды көркем жазып, етістіктің астын сызыңдар. Ерінбеген етікші болады. Мәтінге сүйеніп, өнер адамы қандай болу керектігі туралы нұсқаулық жаз. Бірінші, өнер иесі өзін көп алдында еркін ұстауы керек. Ары қарай нұсқаулықты өзің жалғастыр. Ойлан тап. Дөңгелекшілердің ішіндегі әріптер еті бойынша мақалды оқы. Етістікті тап, қай сөзбен байланысып тұрғанын тап. Тексер. Дұрыс. Жақсының аты өлмес. Жарайсыңдар. Балалар, берілген етістіктерден күрделі етістіктерді теріп жазыңдар. Осы етістіктермен 4 сөйлем құрап жазыңдар. Бүгінгі сабақта алған білімің қай деңгейде? Блоп ағашында өзіңді белгіле. Балалар, бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңдар.